Сәлем балалар, әдебиеттік оқу 2 сыныптың 1 сабағы тақырыбы білім күні. Өлеңнің мазмұны бойынша сұрақтарға жауап бересің, тірек сөздер арқылы ойыңды жеткізесің. Бірінші суретке қара. Қызықты демалыс тақырыбында әңгімеде. 3 сурет берілген, 3 суретке әңгіме жазылды. Бірінші, Айжан жазғы демалыста жайлауға барды. Ол жайлауда лағымен ойнады. Гүл терді, кең далада, жасыл жайлауда асыр салып жүгірді. Ол демалысын жақсы өткізді. Айжанға жайлауға барған ұнады. Екінші, Санжар жазғы демалыста шет елге барды. Ол ата-анасымен ұшаққа мінді. Қою бұлттарды көрді. Санжар ұшаққа бірінші рет отырды. Оның қуанышында шек жоқ. Үшінші, Айару жазғы демалыста үйде болды. Ол анасына көмектесті. Гүлдерге су құйды, кітап оқыды. Өткен тақырыптарды қайталап шықты. Айару анасына қолғабыс бергеніне риза болды. Ол анасын қатты жақсы көреді. Енді мына сұраққа жауап берейік. Кімнің әңгімесі ұнады? Маған Айарудың әңгімесі ұнады. Оның ешқайда бармай, үйде анасына көмектескені көңілімнен шықты. Оның анасын қаншалықты жақсы көретіні білініп тұр. Мен де анамды жақсы көремін. Әрдайым анама көмектескім келеді. Өтебай Тұрманжановтың «Менің мектеп біздің анамыз» атты өлеңін мәнерлеп оқыңдар. Өлеңнің соңғы шумағын жаттап ал. Шөмеле шабылып үйілген шөп, межелі кес, белгіленген уақыт. Өлеңде адамның күзгі еңбегі туралы не айтылған? Өлеңде жұрттың қырманда дән жинап, дәнге батып қалғандығы айтылған. Сонымен қатар адамдар шөп шауып, үйілген шөптерді тасып, тынбай еңбек етіп жатқандары туралы сөз қозғайды. Дәнді жинағаннан кейін шашпай төкпей жинап алғанды мінекей суреттен көріп тұрмыз. Бүгін балалар үшін қандай күн? Сөздерді пайдаланып әңгіме құр. Ашылды, келді, танысты, қуанды. Бүгін балалар үшін ерекше күн. Олар жазғы демалыстан кейін алғаш мектепке келді. Балалар мұғалімдердің достарын көріп қуанды. Жаңа достармен танысты. Алғашқы қоңыраудың сыңғырлаған даусын естіді. Оларға бүгіннен бастап білім есігі ашылды. Енді тек жақсы білім алып, шыңдалу керек. Балалар, барлықтарыңа сәттілік. Төртінші, сөздердің айтылуы мен жазылуын ажыратып айт. Айтылуы термин бойынша орфоэпия, жазылуы орфография. Көңілді, құттықтады деп айтылуы жазылуы бірге берілген екен. Неліктен мектепті анаға теңейміз? Себебі мектептен алған білімімізді, тәрбиемізді, бізді анамыз осындай тәрбие білім береді екен. Сондықтан біз мектепке теңейді екенбіз. Осымен сабағымыз аяқталды. Құрметті мұғалімдер, маған тіркеліңіздер.